Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай туған күн немесе әртүрлі кештерге жасайтын өте әдемі торттың рецептімен бөлісемін. Ендеше тортымызды жасауды бастайық. Біз ең әуелі бисквитті жасап аламыз. Ол үшін бізге қант, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш және мак, какао және жаңғақтары керек болады. Таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстіне қантты саламыз да миксердің көмегімен миксердің жай жылдамдығынан жоғары жылдамдығына көтере отырып, жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Біздің жұмыртқамыздың көлемі ұлғайып, түсі ағарып, өте үлкен массаға айналуы керек. Міне шамамен 6-7 минуттай миксерлегеннен соң осылай көлемі ұлғайып, өте үлкен масса пайда болғаннан соң миксерді өшіреміз де, енді бұл массамызға құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Бізде ол ұн және қопсытқыш. Жақсылап тұрып қасықпен араластырып аламыз да, осы сұйық массамызға, яғни жұмыртқалы массамызға електің көмегімен өткізіп салатын боламыз. Ұнды 2-ге бөліп қосамыз. Жұмыртқалы массамызға ұнды салғаннан соң миксердің ең жай жылдамдығымен шамамен бір жарты минуттай араластырып жібереміз. Ұнымыздың екінші жартысында тура солай електен өткізіп қосып аламыз да миксердің жай жылдамдығымен бір араластырып өткіземіз. Міне бізде осындай үлпілдек әдемі масса пайда болады. Осындай күрекшеннің көмегімен астынан үстіне қарай осылай бір тексеріп шығамыз. Өйткені ұнның қалдықтары, түйіршіктері қалып кетуі мүмкін. Қалып кеткен жағдайда жақсылап араластырып аламыз. Енді осылай 3 ыдысқа мен осындай 3 кесені қолдандым. Бірдей етіп көз мөлшермен қамырымызды, массамызды бөліп шығатын боламыз. Егер де осындай 3 бірдей ыдыс болмаса, таразының көмегімен бөліп салсаңыздар да болады. Енді біз 3 бөлікке бөліп алдық. Енді әрқайсысына салмасын салып шығамыз. Бізде бірінші корж ол макты корж, екінші жаңғақты корж, үшінші какао қосылған корж. Какаоны міндетті түрде осындай електің көмегімен өткізіп қосыңыздар. Мен бүгін 3 коржды бөлек-бөлек, яғни кезекпен-кезек пісіретін боламын. Ең бірінші мен жаңғақты коржды пісіремін. Сол үшін жаңғақты коржды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Менде формада бүгін осындай фольга оралған сақинада пісіремін. Форманың диаметрі 20 сантиметр. Осындай форманың ішінде пісіремін. Корждың барлығын құйып жібереміз де жақсылап бірдей етіп, біркелкі етіп жайып аламыз. Корждарымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен бір 15-20 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бірінші коржымыз пісем дегенше осы 2 коржымызды жақсылап араластырамыз. Онымен де макты және какао қосылған корж жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде осылай жоғары төмен қимылмен араластырыңыздар. Өйткені қатты былай қимылмен, әртүрлі қимылмен араластырсаңыздар, біздің бисквитіміздің көлемі түсіп, қазір биік әдемі болып шықпай қалуы мүмкін. Корждарымыздың барлығын жақсылап араластырып дайындап алдық. Міне біздің оған дейін жаңғақты коржымыз пісіп шықты. Осылай қолымызбен басқанда жұмсақ болады және өзінің формасына қайтадан келіп қалуы керек. Негізінде ағаш пашканың көмегімен, яғни ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп алған дұрыс. Бисквитіміз толықтай суығаннан соң ғана осылай фольганы босатып, яғни сақинамыздан босататын боламыз. Міндетті түрде толықтай суытып алыңыздар, содан кейін ғана формадан босатамыз. Осылай бірінші пышақтың көмегімен жан-жағын босатамыз да, содан соң фольгасынан босататын боламыз. Осы процесті өте мұқият жасаңыздар, өйткені жақсылап суытпай формасынан босатсаңыздар, біздің корждарымыз сынып, жыртылып, жаман болып қалуы мүмкін. Сол үшін өте мұқият жасаңыздар.
Міне біздің корждарымыз әдемі жұмсақ, өте биік болып шықты. Енді фольгасын астында қалдырамыз да жаңа фольгаға сақинаны орап келесі коржды пісіреміз. Әр коржды айтып кеткенде 15-20 минутта қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Міне менде 3 коржда дайын. Осылай суытқан кезде терісінен қойып қойыңыздар. Сол кезде корждарымыз біркелкі болып, теп-тегіс болып суиды. Енді тортымызға арналған кремді жасаймыз. Ол үшін бізге қаймақ, қант ұнтағы және ванильді қант керек болады. Қаймақтың үстіне қант ұнтағын және ванильді қантты салып, жақсылап тұрып, күрекшінің көмегімен араластырып аламыз. Менде бүгін ең қарапайым қаймақты крем болды. Егер де сіздер қаймақты кремді ұнатпасаңыздар, басқа да крем түрлерін қолдануға болады. Міне бізде тортымызға арналған корждар, крем дайын. Енді тортымызды жинауға кірісейік. Ол үшін мен осындай бүгін тәрелкенің үстіне жинаймын. Тәрелкеге кішкене крем жағамыз да коржымызды қойып аламыз. Коржымызды міндетті түрде осылай терісінен қоямыз. Бірінші коржды қойғаннан соң осындай сақинамызды орналастырып аламыз. Сақина біздің тортымыз біркелкі болуына көмектеседі. Кремімізді молынан салып, жақсылап бір тегіс қылып, тегістеп шығамыз да осылай тортымызды жинаймыз. Егер де торттарыңыздың корждары ылғалды болғанын қаласаңыздар, осы коржға, әрбір коржға пропитка, яғни суға немесе сүтке, қант ұнтағын немесе қантты араластырып, сеуіп шықсаңыздар болады. Сол кезде ылғалды әдем болып шығады. Бірақ та мен бүгін ондай ылғалдылық қосқан жоқпын. Менде бірінші жаңғақты корж кетті, ортасына какао қосылған корж, ал ең үстіне макты корж болады. Құрметті көрермен, егер де сіз торттың басқа да рецепттерін іздеп жүрсеңіз, менің каналымда плейлист бөлімінде торт деген бөлім бар. Сол бөлімге өтсеңіз, торттың түрлі рецептілері бар. Сол жерден тамашалай берсеңіздер болады. Соңғы коржды қойғаннан соң да бетіне кремді жақсылап тұрып жағамыз. Өйткені жақпай қойсақ, крем сіңбей қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан крем жағып, қазір бетіне пищевая пленканың көмегімен орап, әдемілеп тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Тортымыз біркелкі корждары, кремі бірге сіңіп тұру үшін тоңазытқышта бір түнге қалдырсаңыздар, тіпті жақсы, немесе 3-4 сағатқа жіберсек болады. Ең бастысы осылай пленкамен жауған кезде қымтап, ешқандай ауа кірмейтіндей етіп жауып қоюымыз қажет. Міне бүгін менің тортым бір 4-5 сағаттай тоңазытқышта тұрды. Енді әрлейтін боламыз. Осылай бетіндегі пленкасын, жанындағы сақинасын әдемілеп шешіп тастаймыз. Сақинаны шешкенде де өте абай болыңыздар. Бұл тортты құртып алмаңыздар. Енді тортымызды әдемілеп сәндей берсек болады. Қалған креммен немесе арнайы крем жасап алсаңыздар, сол креммен жан-жағын әдемілеп жауып шығамыз. Содан соң бетіне әдемілеп кремді жағып, әдемілеп тортымызды біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Міне осылай әдемілеп тегістеп алдық. Енді тортымызды әсемдейміз. Менде бүгін туған күнге арналған торт болады. Сондықтан осындай кондитерлік қапшыққа біреуіне крем, екіншісіне шоколад ертіп алдым. Осылай бетіне белгі салғанымызда мен қазір бетіне жазу жазамын. Сол үшін осылай 2 сызықша белгі қойып шықтым. Осылай жазуымызды бірінші креммен осылай әдемілеп жағып шығамыз. Егер де сіздер тортқа жазу білмесеңіздер, осы видеодан анықтап, қарап, үйреніп алсаңыздар болады. Негізінде өте оңай. Біріншінде осылай креммен жазып алған дұрыс. Өйткені қате болатын жерлері болса, түзеп жіберуге де оңай болады. Әрі қазір бетіне шоколад жазғанда әдемі болып көтеріліп көрініп тұрады. Сондықтан бірінші торттың бетін креммен жазып аламыз да, содан соң осындай шоколадпен немесе кремді әртүрлі түске бояп жаза берсеңіздер болады. Міндетті түрде тура осы рецептпен тортты жасап көріңіздер, өйткені өте күшті болып шығады. Тура осы 3 түрлі
корж, яғни 3 түрлі бисквиттің сәйкестігі, үйлесімі өте күшті болып шығады. Дәмі енді күшті сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Күшті болып шыққан, және де өте биік әрі өте оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен қазір ішкі көрінісін қатты түсіріп көрсете алмадым, туған күнге дайындалғандықтан. Қазір кішкене видео бар, соны көрсетіп өтемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Раушан.